Міне мынау түйенің піскен сүті. Енді табиғи сүттің адамның денсаулығына қаншалықты пайдасы барын сірә білеміз ғой. Кітаптан оқимыз. Өсігін жаңағы әлеуметтік желілерден көріп жатыр. Қазіргі жастар көбіне білмейтін шығар. Мына үкіметтің сүтіне айналып кеткен. Міне бұның адамның денсаулығына, ішкі ағзасына пайдасымен бірге бұның қаймағы да пайдалы. Міне мынау піскен сүттің қаймағы. Мына қаймақты біздің заманымызда крем деген зат жоқ болды. Мен енді жасым 65-ке келгенде мен жасаңдау уақыттарымызда шаруашылықта жүргенде крем деген затты көрмеппіз. Сонда осы қолымыздың жарылып кеткеніне, қыста, аязда бетіміздің құрғап кеткенде мына сүттің бетінің қаймағын жақсақ, түнде жатарда жағып жатамыз, қолымызды тазалап сабынмен жуамыз. Сонда осы қаймақ таңертең тұрғанымызда бетіміз деген жұмсақ болады. Қазіргі кремдей емес, бұл аллергия бермейді ешқандай. Табиғи өнім. Ал енді бұл түйенің сүтінің пайдасы көп. Енді мен жаңағы крем ретінде қолдануға соны айтар едім. Өздеріңде сөйтіп түйенің сүтін пісіріп, бетіндегі мұздағаннан кейін бетіндегі қаймағын жағып көріп, қолдарың, беттерің жұмсақ болады. Білесің Ардақ, сендерде сөйтіп нема? Қазіргі ақша шығарып, қазіргі кремді көп пайдалана бермем. Міне мына қаймақты пайдалансаңдар болады. Жұмсақ қаймақ, қолыңа бүйтіп жағып ал, крем ұқсатып, сонда жұмсақ болады қолың. Ал қарап